мүмкін жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен информатика сабағынан 3D панорама және виртуалды тур тақырыбын танысатын боламыз. Сіздермен Айгерім Сағындыққызы. Виртуалды тур қазіргі уақытта ақпаратты ұсынудың жаңа тәсілдерінің бірі. Өйткені олар қызықты виртуалды саяхат жасауға мүмкіндік береді. Көріп отырған адам соның ішінде жүргендей сезімге бөленеді. Бейне жазба немесе фотосуреттердің қарапайым топтамасына қарағанда виртуалды тур интербелсенді. Осылайша саяхат барысында қандай да бір нысанды жақындатуға немесе оны алыстатуға, жан-жаққа бұруға, интерьердің жеке бөлшектерін егжей-тегжейлі зерттеуге, панораманы алыстан көруге, жоғары төмен қарауға болады. Панорамалық фотосурет шолу жасау ауқымы үлкен фотосурет. Сфералық панорама компьютерде көрсетуге арналған қоршаған кеңістікті толық қамтитын фотосурет түрі. 3D панорама сфераға немесе кубқа проекцияланған жан-жақты қарауға болатын фотосурет. Виртуалды тур арасында өту нүктелері бар бірнеше панорамалық фотосуреттің жиынтығы. 3D панорама құру кезеңдері. Бірінші, фототүсірілім. Камераның әртүрлі еңкею бұрышында суреттер топтамасын жасау. Екінші, біріктіру. Арнайы бағдарламалармен суреттерді біртұтас графикалық файлға біріктіру. Үшінші, өңдеу. Графикалық редактормен олардың сапасын жақсарту. Төртінші, түрлендіру. Дайын файлды 3D форматына көшіру. 3D панораманың артықшылықтары. Бірінші, ол бізде интербелсенділік. Көрермен нысанды кез келген бағытта бұрып, бөлшектерді үлкейтіп қарай алады. Екінші, ақпараттылық. Нысанның, мысалы ғимараттың ішін өте мұқият зерттеуге мүмкіндік береді. Үшінші, сезім. Пайдаланушы өзін сол жерде жүргендей сезінеді. Виртуалды турның құрамдас бөліктері. Виртуалды тур тек фотосуреттерден ғана емес, келесі элементтерден тұруы мүмкін. Бірінші, байлау нүктелері, бір бөлмеден екіншісіне өту мүмкіндігі. Екінші, дыбыстық сүйемелдеу, аудиогид немесе фондық музыка. Үшінші, мультимедиа, видеороликтер, мәтіндік түсіндірмелер және флеш роликтер. Төртінші, навигация, тур жоспары, карта және байланыс ақпараттары. Microsoft Image Composite Editor бағдарламасы. Сипаттамасы Microsoft Research компаниясы жасаған панорамалық суреттерді қарастыруға арналған тегін редактор. Негізгі мүмкіндіктері панорама жиектерін автоматты түрде анықтайды. Жалпақ цилиндрлік және сфералық проекцияларды қолдайды. Экспозицияны автоматты түрде түзетеді. FreeDXPano және EPX технологиялары. EPX бірінші виртуалды турлардың негізін салушы технологиялардың бірі. Екінші, FreeDXPano Adobe Flash Player негізінде жұмыс істейтін тегін панорама құрастырушысы. Үшінші, артықшылығы кез келген заманауи браузерде арнайы плагиндер арқылы немесе дербес ойнатқыштарды көруге болады. Қолдану салалары. Білім беру саласы, яғни оқу орындарында, зертханаларда және кітапханаларда виртуалды саяхат жасау. Екінші, мәдениет, музейлер мен көрме залдарының жәдігерлерімен танысу. Үшінші, туризм, экзотикалық аралдарға немесе әлемнің кез келген нүктесіне пәтерден шықпай-ақ саяхаттау. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.